жалпы жаңа жоба жасаймыз. Бұл жоба мақала сайты туралы болады. Мақала болғандықтан бұлардың мақалалардың тізімі болады, бірнеше мақалалар болады. Сол мақаланың тақырыбы, суреті, негізгі ұзын мәтіні болады. Және де жоғары жағында бізде форма элемент болады, немесе поисковигі болады. Мен мақалаларды іздеу керекпін да, мысал ретінде Қазақстанның тұңғыш президенті дейтін болсам, мен президент дейтін болсам, маған сол мақаланы тауып көрсету керек. Осындай бір жоба жасаймыз бұйырса. Одан бөлек негізгі бізде нәрсе жаңа тақырып ол use effect. Одан кейін фрагмент деген тақырыптармен танысамыз. Бастайық, достар. Бізде алдыңғы проект, қарасаңыздар, ештеңе өзгертпеді. Біз не істедік, мына жерде өзіміздің компонентті құрдық. Простой article деген мәтінді көрсетеді. Оны app.js-ті шақырдық. Одан бөлек бір кішкене CSS ережесін қосқан болатынбыз, әдемілік үшін. Ортаға жібер. Мынандай суретті алды, толық ұзындықты алсын. Және де мына әрбір суреттің астына осындай бір нем беріп қойдық, бордың баттон, бір пикселден беріп қойдық. Осындай кішкентай CSS. Тексеріп көретін болсақ, бізде жалпы article деген мәтінді көрсетіп тұр. Одан бөлек, достар, бізде мақалалардың тізімі керек. Мақала көрсету үшін олардың тізімі керек. Олар массив болады, міндетті түрде біз дайындап алдық барлығын. Бізде бірнеше мақала бар, яғни 8 мақала бар. Әр мақала ол объект бізде. ID-сі бар, мақаланың авторы бар, кім жазды, оның мақаланың тақырыбы бар, негізгі суреті, орналасқан жері, яғни сайты, одан бөлек ұзын мәтіні бар. Осылардың барлығын біз көрсету керекпіз. Ең бірінші нәрсе, жасау керек нәрсе, біз мына бір мақалаларды көрсетейік, ішінде тізімін көрсетейік. Ол үшін бізде не бар, достар? Ең бірінші біз бұны локальный состояние жасап алғымыз, const. Бізде не болады? Articles деп атасақ болады. Set articles'ларды сақтау үшін, өзгерту үшін. Және use state дейміз да, бұған бастапқы мән ретінде жаңағы массивті берсек болады, достар. Мына массивті берсек болады. Сөйтіп бізде мақалалардың массиві болады мына жерде. Және ендігі қалған жұмыс оны көрсету, map дейміз, article дейміз, мына жерде не дейміз, return дейміз, div. Мына жерге алдына класс беріп қойсақ болады, article деген. Одан бөлек бізде әрбір мақаланың несі бар, тақырыбы бар, достар. Бізде неміз title, мақаланың әрбір суреті бар, div дейміз да, мына жерге қоса болсақ болады, тоже div. Мынау бізде сурет сақтауға арналған img-ді қолдансақ болады. Одан бөлек бізде a.img. Енді қалған жұмыс, то есть тақырыбын қостық, суретті қостық, әр мақаланың. Енді қалған мәтінді қою. Бізде мәтін болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Енді бұл жерде қарасаңыздар, шартты оператор қолдану керекпіз. Яғни біз бұл жерде JSX-та алдыңғы біз тернаны оператор қолданамыз деп айттық. Және деген операторды қолданамыз. Фигуралы жақшаны ашамыз. Мына жерде не істейміз? Артиклдың контенті болса ғана мына бір кодты, HTML кодты көрсетеміз. Кейді аламыз. a.content дейміз. Осылайша, егер де сенде контент болған болса, онда мынаны көрсетеді бізде. Болмаса, мына бір нені контентті көрсетпейді мүлдем. Осындай логика жаздық. Бір нәрсе бізге керегі, жерге key деген атрибутты жазу керекпіз, достар. Өйткені әрбір тізім болғандықтан, тізімнің несі бар, достар, бізде идентификатор болып ID. Өйткені тізіммен жұмыс істеген кезде біз міндетті түрде key деген атрибутты беру керекпіз. Осылайша тізімде массивті көрсеттік, тексеріп көрейік жалпы. Бізде қарасаңыздар не бар? Мақаланың тайтлы, тақырыбы, суреті бар, достар. Және негізгі мәтіндер бар. Осылайша әрқайсысын көрсеттік, әдемі көрініп тұр көзге. Ендігі жұмыс бізде мына жерде жоғары жақта нені қосу, достар? Поисковикті қосу керекпіз. Мына жерден қоссақ болады. Inputты қоссақ болады. Type не дейміз? Бізде мына жерде search деп қолдансақ болады. Қарасаңызда бізде жалпы React ұрысып жатыр, қызыл болып жатыр. Не үшін еді? Негізгі қателік бұл жерде, яғни қателік емес, бұл жалпы React сұрайды. Барлық элемент, мына қараса екі деңгей болып тұр. Бірінші деңгейде input, екінші деңгейде div бар. Яғни бұны бұлай жасай алмайсыздар React-та. Сұрап тұрғаны, сен барлығын дейді, не бір элементке сал дейді, HTML дейді. Немесе бір фрагмент деген қолдан дейді. Яғни қарасаңыздар бізде
бүкіл нәрсе React'та бір ғана уровеньнен тұрады бастап. То есть бір ғана уровень кетеді вложенность. То есть біз diff'ті қолдансақ болады, diff'нің ішінен элементтерді салсақ болады. Немесе екінші жолы бар, иә, ол фрагментті қолдану. Фрагмент ол арнайы компонент, пустой компонент, иә, ештеңе жоқ ішінде. Егер былай жазатын болсаңыздар, достар, сізде жаңағы қате жойылады, ошибка жоқ. Осында қолдансақ болады, бұл фрагмент деген сөз. Так, осылайша қойдық. Мына жерде не дейміз? Так, тексеріп көрсек болады. Бізде мына бір неміз, өзіміздің инпутымыз жоғары жақтан кетіп қалды. Оны біз төмен жаққа қойыңыз, мына жерлерге қойыңыз. Ол үшін не істейміз, достар? Біріншіден, біз мына бір контейнер деген нәрсені аламыз да, мына жерге жазсақ болады. Div, уже бізге программа керек емес. Өйткені бізде класс пайда болды. Класс контейнер дейміз, тексереміз. Ортаға жылжыды, енді әдемі болды. Және подсказка ретінде не дейміз, мына жерде placeholder дейміз. Enter query дейміз, қандай да бір запростер. Так, тердік. Ендігі нәрсе, мен мына жерге бір нәрсе жазатын болсам, мен z деп жазатын болсам, search деп жазатын болсам, ештеңе жоқ, қарасаңыздар, достар. Поиск деп тұрған жоқ. Ендігі нәрсе бізге поиск жасау керекпіз. Біз мынаны React-пен байланыстырған жоқпыз, ол өзі аспанда қалқып тұрған секілді. Енді React-қа айту үшін әрбір нәрсе өзгерткен кезде ішінде мен second деп жазған кезде React білу үшін біз не дедік, мынаны жаңағы біздің if state'пен бірге байлау керекпіз. Мысалы, жаңа search дейміз, search дейміз, if state дейміз, пустой. Одан кейін мына жерде value'ды қолдансақ болады, search және onChange деген бар. Әрбір өзгеріс болатын болса, мына search'ті шақырдыңыз, target value. Болды, енді React біледі, барлық нәрсені. Достастырдық, қарасаңыздар, бізде мына жерде әлі ошибка бар, articles тұр. Обновить деймін, ешқандай нәрсе жоқ, көрініп тұр. Так, бізде мына нәрсе сақталынып тұр, өзгерістердің бәрі бар, соңғы терген. Ендігі қалған нәрсе бізде articles деген нәрсе бар. Енді достар, не істейміз? Мына нәрсені шақыру үшін бізде use effect деген тақырыпты оқу керек. Бұйырса келесі сабақта біз use effect туралы сөйлесетін боламыз. Не үшін керек? Бұл hook өте көп қолданылады, және бұны негізі формамен жұмыс істеген кезде тоже, және запроспен жұмыс істеген кезде қолданатын орындары көп, негізі side effect үшін деп атайды.